Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де үйлеріңізде тоңазытқышта тұрып қалған, желінбей қалған варенье болатын болса, соған екі ғана жұмыртқаны қосып, өте нәзік, жұмсақ болып шығатын осындай ерекше пирогты жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға екі жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне 85 грамм қантты қосып, екеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстінен ванилин қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Және де оның үстінен сұйық майымызды, сүтімізді қосып, барлық құрамның толықтай описанияға жазып қалдырып кетемін. Жағда венчикпен жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ұнымызға 15 грамм разрыхлителімізді салып, массамызға міндетті түрде илектің көмегімен өткізіп саламыз да, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай кішкене сұйықтау масса шығады. Енді бізге екі ыдыс қажет болады. Біздің массамызды бірдей қылып екіге бөліп аламыз. Мен жай ғана көз мөлшерімен бөлдім. Сіздер де солай бөлсеңіздер болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Өткен жолы менен осылай не себепті екі формаға қойдыңыз деп сұрақ қойған екен, айта кетейін. Мынау бізде кольца болғандықтан мен оның астына фольга қойдым, я. И фольгадан ағып кетпесін деп, оның астына формамен дәл солай, дәл осы тұрысында духовкаға салатын боламын. Және де бір ыдыстағы массамызды құйып, кішкене тегістеп жібереміз де, қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутқа жіберіп аламыз. Міне бізде 15 минутта осылай кішкене беті қатып, кішкене қолмен ұстап көріңіздер, осылай болады. Және де дайындап алған алдын ала 150 грамм вареньемізді қосамыз. Менің вареньем кішкене сұйықтау болып қалды, оған еш нәрсе етпейді. Және де оның үстіне екінші ыдысымыздағы массамызды салып, тегістеп шығамыз. Егер сіздердің вареньеларыңыз қою болатын болса, менікі сияқты мындай сулары кішкене бетіне шығып кетпейді, тегіс болады. Осылай лопатаның көмегімен тегістеп жүрсеңіздер болады. Енді тағы да сол қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 35 минутқа жібереміз. Пирогымыздың піскенін міндетті түрде шпажкамен тексеріп көріңіздер. Және де бетіне осылай жаңағы вареньенің суын кішкене жағып, немесе мед жақсаңыздар да болады. Арахисный хлопьядан сеуіп шықтым, бұл міндетті емес. Және де өздеріңізге ұнайтын кез келген жаңғақ немесе кокосовый стружка, сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да өте әдемі, өте дәмді болады. Жасалу жолы өте оңай, керемет жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап жеп көріңіздер. Торт деп айтуға да келеді. Балаларыңыздың туған күнде жасап берсеңіздер болады. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.